Тамылжыған әсем табиғат, сұлу бикеште бой түзеген тал терек, жасыл кілемде жайқалған дала, самал желмен жалы тербелген жылқылар. Бұл Түркияның Измир қаласынан небәрі 35 шақырым жерде орналасқан Алаш қазақ ауылы. Шетте жүргеннен кейін инсан елді сағынады, жұртты сағынады, туған жерде сағынады. Сол сағынғанның әсері осы Алаш ауылы ортаға шығарды. Жас күнімнен ойлаушы едім, Түркияда жүрміз, қазақ үшін не істеуіміз керек? Ойлайтұғымын, biraz ақшам болса, пұлым болса, ілгерде бір жер алсам, бие байласам, қазақ үйін тіксем, қазақты таныссам ба деп түс көруші едім, қиял қылушы едім. Іздегенім, сол елді гене Қазақстанға оқшасын, Алатауға оқшасын, Тянь-Шаньға оқшасын, сайдың іші болсын, маңай қарағай болсын, 4 жылда іздеп, осы Измирдегі 35 шақырым ұзақта осы жерді таптық. Шеризат Доғру 1949 жылы небәрі 14 жасында Қытай жерінен Такламахан шөлін басып, Тибет, Үндістан арқылы Түркия жеріне тұрақтаған ұлы көштің қасіреті мен зор бейнетін бастан кешірген екен. 20 жыл Америкада тұрып, НАТОда қызмет еткен ол жастайынан жоспарлы әрекет жасағанды өмірлік мақсатына айналдырған қайсар мінезді қазақ баласы. Бір кездегі бабалары айтып кеткен аманат жүгін көп жыл арқалаған қандасымыз бала күндегі асқақ арманын қазір ақиқатқа айналдырып отыр. Қандай бір план құрсам деп ойлап едім, Түркияда жоқ екі нәрсе бар екен. Біріншісі Түркияның түріктердің ортақ тарихында қымызды біледі, кітапта біледі, білмейді. Бұл қымызды жасасам, оның түріктердің туып büyüдігі Мағжан айтқаннан кейін көп түрік еншалыстасқанда қазаққа қарашана қылған жоқ қой деген үйін тіксем. Сол екеуінен бастадық. Қымызды әзір 20 жыл болды жасап келатырмыз. Қымызды жасарда қиыншылық тартыммен қымызды жасайтын әке шешелеріміз кетіп қалған. Мұны үйлену үшін екінші жас соғысында Қазақстанға барып әсер болып қымызды үйленген бір алман бар екенін немесе содан үйленіп 4 жылда барып жүріп қымызды осы жерге 1994-ден тартып қымыз жасауға бастадық. Тұлпарды ер қанаты деп білетін қазақ қайда жүрсе де, жылқы малын ерекше қадірлеп өсірген. Бұл қасиеттің бойымызда қаншалықты сақталғанын 70-80 жылқыны құлын тайымен қосып, қолында баптаған Шеризат ақсақалдың алақандай ауылынан көріп, көңіліміз тасыды. Осы жерге әдейілеп ат басын бұратын түрік ағайындар балаларын атқа отырғызып, жылқы малының қасиетін көзбен көріп, бір марқайып қалады екен. Ал апта соңында көңілдерін сергітіп, таза ауада демалу үшін Алаш ауылына арнайы келетін халықтың санында шек жоқ. Қазақ деген ұлттың ұлылығын дәріптеген тағы бір игілікті бастама. Киіз үйдің құрылысын, оның ішкі жабдығы мен халқымыздың қолөнер бұйымдарын көпшілікке таныстыру. Бұл жұмыстарымен Шеризат атаның зайыбы Гүлнар ханым айналысады екен. Шебері қолдан шыққан текемет, түскиіз, ұлттық ою-өрнекпен кестеленген көрпе жастық. Бір сөзбен айтқанда, ұқыппен безендірілген үйдің ішкі көрінісі ертедегі хан сарайынан кем емес. Бұл халқының тарихы мен мәдениетін қастерлеп, алыста жүрсе де ата дәстүрін көздің қарашығындай сақтап отырған ағайынның ұлтжанды қасиетін аңғартқандай болды. Жотаның бетінде Алаш ауылы деп жазуы бар. Алаш келгенде Алаш деген сөз не деген сөз деп оны сұрайды. Одан кейін біздің бет әлпетіміз бұлардан біраз ерекше. Жапонмысыңдар, Қытаймысыңдар деп оны бір сұрайды. Одан кейін бізге алып тегіміз бір түрік болғанымыз
түсіндіреміз. Қайдан келгеніміз, не себептермен келдігіміз, мына жердің не себеппен құрылдығыны. Өйткені тарадай шашыраған қазақтар әр тұрған жерінде қазақтығын ұмытпай, қазақтығын мақтан етіп, сөйлеу, таныстыру өзінің міндеті деп түсіндім. Сол үшін ол маған бір жүкте емес, ұлттық, қазақтық борышым деп санаймын. Тарихи отанынан жырақта жүрсе де, халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпын қатыр тұтқан қандастарымыз қазақтың жөн жорылғысы мен той жасап, діни мерекелерді бірге атап өтеді. Қыз ұзатып, келін сүрген, ұлын сүндетке отырғызып, құдасын күткен қазақ баласының әр күні думанға толы. Сәбиінің тұсауын кесіп, ғұмырына ақ жол тілеген сондай салтанатты жиынға біз де куә болған едік. Қойғылғанда қазақ бірсіпіра еледік, әзір азайық балдық. Азайсақ та, сол өзіміздің қазақтың жол жосының бәрін жауып отырмыз. Бала ұзатамыз, келін алсақ, ұрын той жабамыз. Ал бала туса, оны сүндет той жабамыз. Сонымен қазақ дәстүрімізді жауып отырмыз. Ағайын туысты біліңдер, мына ағадарыңмен, енедеріңмен, әпекедеріңмен, берекедерің бір болсын. Мына үлкеннің сөзін тыстамаңдар деп айтамыз. Бәрін ұқтырамыз. Өзім 7 балам бар. 20 немерем бар. Немерем алды үйленіп жатыр. Түркиядағы қазақтар негізінен Стамбул, Салихлы, Измир қалаларында қоныстанған. Маниса облысына қарайтын 17 қаланың бірі Салихлы қаласында 80-90 қазақ отбасы тұрады. Әуелі Құдай елді жарылқа, ел қорғайтын ерді жарылқа. Ұрпағы көп болсын, уайым-майғысы жоқ болсын. Тілеген тілек қабыл болсын, таңыра бұйық болсын, жақсылыққа жеткізсін. Аллаху Экбер. Қонақжай қазақ халқының дастарханы қашанда дәмге толы. Ағайын туманың басы қосылғанда, көнегөз қарттардың шежірелі әңгімесін тыңдайтын қандастар, өр Алтайдан басталған зобалаң кезеңді өскелең ұрпаққа күні бүгінге дейін өсиет етіп айтып келеді. 48 жылдар еді, 1948. Кәсте отырдық, кәс жайлауын жайладық. Ondan sonra endigi kalırsak 49. senelerde İmaliye Dağı'na Hindistan'a bet aldık, Hindistan Pakistan'dan. Hindistan'a bet aldık. Hindistan'a geldiğinde İmaliye Dağı'ndan çok kıyıcılıklar çektik. Özürde adam susuzluktan öldü, açlıktan öldü. Her şey Japonya'nın İmaliye Dağları'ndan 3-4 ay mölçöründe Ladak degen çağrıga geldik. Ladak degen çağrıga geldikten sonra kış tuttu. Kış tuttuktan sonra yol yok. 24 yaşta Türkiye'ye geldim. Oradan Kaşmir'e haftada bir gün baladardı, çaldardı, cüralmaytın adamlardan beri haftada bir gün uşakka saldık. Ben kendim bir kaç arkadaş benim Kaşmir'e kadar at tevmeden C'ye geldim. Тағдыр талайын бастан өткерген қазақ жат жерде жүрсе де, қиындыққа мойыған емес. Діні ортақ, түбі бір түркі жұртын паналап келгеннен кейін олар күнкөріс қамы үшін тері кәсібімен айналыса бастайды. Жас кәсіпкер Левант Алтайдың арғы аталары да осы саланың қыр-сырын меңгеріп, өз кәсібін кейінгі ұрпағына аманат еткен көрінеді. Қазір шағын шеберханасын ашып, саудасын дөңгелетіп отырған бозбала теріден бұйым жасау, аса үлкен төзімділік пен шеберлікті талап ететін күрделі кәсіп екендігін алға тартады. Teri japan жасайдың оңай емес, қиын. Öte қиын desem solay болады. Birinci, mınadan tabakana degen terinin koyunun teri bolgan boyası jasagan jeri var. Osundan alıp keline de
mınadara kalıp degen kalıplar var. O kalıpta terin üzerine çiziledi. Odan keyin kesilip bu magazinlerin aslında tikiledi jer boladı. Osunda teri japanlar tikilip teri japan boladı. Koyun terileri jaksi boluğu gerek. Jaksi bolmasa bizler için kıyım boladı. Satalmay turasın. Tekstil kusap emez teri. Sol işin biz teri japan çasagan adamların tekstil yasagan adamlara göre kıyın. Шебердің қолы ортақ дейді дана халқымыз. Фатима Болатхан қызы қолөнерді бала кезден машық еткен көрінеді. 20 жасында келін болып, ақ босаған аттағанда енесімен қосылып, үй жабдығын дайындап, кейін өз қызын өнерге баулыған ісмер ана күні бүгінге дейін қолынан ине жібін тастаған емес. Жақсы Түркістан тамашасы ойнап тұр жетіс. Бала кезден бойына сіңірген ұлы өнерді зор сүйіспеншілікпен жасағанда жаны қалайтын шебер, еңбегінің жемісін көргенде шабыттана түсесің деп ағынан жарылды. Мұны өзім чешемден үйрендім. 10-11 жастарында со чешем осын үстіп деп үйретті маған. Сонда 5-4 сыныпта барам. Мұнан қиын өшпі мұнандай нәрсе тіккенге. Сонан кейін де бір чүпіректі бітіп тігіп береді. Мұнан үстіп дейді. Сонан кейін соны бітіп отырып тігем. Чешем үйретті. Одан кейін сол өзімнің жасауымды көз жастық, орамал, дастархан деген нәрселерді өзім жасадым. Көздің жауын алар алуан түрлі моншақтар, бір-бірімен қиюласып, әдемі орналасқан ұлттық ою-өрнектер, қызылды жасылды кесте жіптер. Осының барлығы Фатима Ісмердің қол сандығынан орын алған күнделікті құралдар. Bir sevda ateşi beni dağladı, arkadaşlar dostlar beni eyledi. Kadir bu dünyada kime neyledi, yalan dünya sana küser ağlar. Жолдасы Қадыр Жағышын. Жас кезінде шебер қызға жыр арнап, оны мәңгілік жар етуге талаптанған сері жігіттің бірі болыпты. Бүгінде 40 жыл бірге ғұмыр кешкен үлгілі шаңырақта жиі бас қосатын бауырлар ата жұрттағы жаңалықтарды айтып, бір қауқылдасып қалады. Ал өміршең өнерді өскелең ұрпағына үйретуден жалықпаған Фатима Болатхан қызы қолөнердің құпия сырын көпшіліктен жасырған емес. Менің өзі қызым үйренді. Қатты жақсы біледі о да. Өзі университет оқыды. 4 жыл университет оқыды, işletme оқыды. Eskişehir деген жерде барып оқыды. Сонан кейін о да мына бізге істеріне біледі. Мына битіп мынаны сырты бізге істемен тіктім ғой мынаны. Енді іші мынаны моншық дейміз ғой. Моншық дейді қазақ, моншақ. Со мынаны іші моншақпен тіккен. Мынаны өзім сызды. Мына мүйіз ғой. Мынаны дастархан четіне салайын деп тіктім. Салихлы жерінде тұрып жатқан қандастарымыздың арасында 10 саусағынан өнері тамған шебер де, ұлағатты ұстаз да, әділеттің жолын іздеген заңгер де табылады. Соңғы кезде ұрпақтарын жоғары білім алуға тәрбиелеп жатқан қандастарымыздың арасында жергілікті билік орындарында қызмет етіп жүрген жастарымыз да бар. Жұмали Эрташ, діни жоғары білім алған азамат. Осыған дейін Данияда дін саласында қызмет атқарып келген ол, қандастарымыздың бойында имандылық, мейірбандық қасиеттер мол болса, ол өзінің арғы тегін, тарихи отанын ешқашан ұмытпайтындығын айтады. Әсіресе, өскелең ұрпақтың заман ағымына ілесіп, ілім-білімге ұмтылғаны сырттағы ағайын үшін өте маңызды. Dünya bilimге айланып бара жатыр. Енді осы жердегі, өзі ауылымыздағы қазақтар да, жастарымыз да білімге айланып жатыр. Неге десеңіз, мәдениет бұрын қара күшмен айтылатығын, енді бұдан кейін
bilimmen aytılıp жатыр. Жастарымыз жақсы, Құдайға шүкір. Енді өкіметтің жұмысында жұмыс алып жатқан жастарымыз бар. Енді жұмыс алам деп университетте оқып жатқан жастарымыз бар. Аса үлкен оққан жастарымыз да бар. Әзір одар ауылда емес. Өкімет қай жерге жіберсе, со Қазақстандағы сияқты қай жерге атаса, аттандырса со жерге барып өкімет атына жұмыс істейді. Түркияда тұратын қандастарымыз ұлттық салт дәстүрді жастарға дәріптеу мақсатында қазақ қоғамын құрған болатын. Салихлы қаласындағы 500-ге жуық қандасымыздың басын біріктірген осындай мәдени орталық 2005 жылдан бері жұмыс істейді. Қоғамды құрғанымыз мына қазақтың күлтүрін, бұл адеттерін, геленектерін баладарымызға үйрету, одар ұмытпасын деп бұл қоғамды соған құрғанбыз. Енді өздеріміз мына қазақша өшерге келіп той істейміз. Одан басқа мына күлтүр жұмыстар үйретеміз көбіне. Одан басқа мына қазақтарын берең сараң болған қазақтарға одарға көмек қыламыз. Атажұрттан жырақта жүрсе де, әрбір қазақ баласы тәуелсіз елінің амандығы үшін мінәжат етеді. Алыстағы ағайынның жанарында іркіліп қалған бір тамшы жас пен жабырқаған көңіл түкпіріндегі ыстық сағыныш шын жүректен айтылған ақ тілектерге ұласып жатты. Қазақстанның барлығы, Қазақстанның жақсы тұрмысы bizim осы жерде маңдайымызы көтерді. Енді сағынышымызы, оны сағынышты айтып болғанға чама жоқ қой. Не сөз жетеді, не жүрек жетеді. Енді ата мекенді сағынмайтын, елін сағынмайтын, жұртын сағынмайтын адам баласы бола ма? О сағынышымыз тамаша. Маған ең үлкен экспо Қазақстан тәуелсіздігі. Қазақстан тәуелсіздігін мен өмірімде алған ең үлкен экспо деп ойлаймын. Мұнан кейін көптеген экспо бола береді. Қазақ халқы мықты, одан ұялмай үстемдікке ұлаша береді. Қайда жүрсе де қазақты ұмытпағаннан кейін қазақ үшін бірден істеу керек қой, бір адамда болса. Сол қызметімді істеп келе жатырмын. 30 жылдай болды. Енді мұның да сол балаларымыздың да істеуін қалаймын. Benim балаларым ие болмаса, кейін Қазақстаннан басқа жерде қазақтар ие болсын, о жерге. Қазақстанның егемендігін алғаннан өте қуанышта болдық. Енді Қазақстанның естіп жатырмыз, тұрмысы жақсы болып келе жатқанда біз оған қуанамыз. Неге десеңіз, біз ата мекеніміз ғой. Қазақстан жақсы болсын, үлкейсін.